Жаңа 2023 жылы Қызылқыштан салынған жер үйіміз. Үлкен 200 квадратты үй. Ішкі жағындағы ремонты тамаша, ақшыл түсті. Кейбір жиһаздарында қалдырып кетеді. Орналасқан жері мынау Әл-Фарабидің басында орналасқан мектеп. Мынау басты көше Сағынбаев көшесі. Осы көшемен қоғамдық көлік жүреді. Мінекей автобусымыз кетіп бара жатыр. Үйіміз ынтымақ 4-ші көшеде орналасқан. Үйіміздің алдында қосымша құрылысымыз бар. Жері қоршалған. Үйіміз әдеміленіп, мықтылап салынған. Енді үйіміздің ауласына қарай өтеміз. Жеріміз сәшкіленіп, ауласында тапчаны бар. Мінекей мынау үйіміздің кіреберіс аймағы. Үйіміздің светін жағайық. Кіреберісі осындай үлкен қылып жасалған. Осы кіреберісте мінекей үйімізге қарай осы жерден кірдік. Санузел бөлігі, әжетханасы, мына жағымызда қол жуатын бөлігі бар. Мінекей жуыну аймағы, қабырғасының барлығы да кафель жүргізіліпті. Мінекей қол жуатын жері әп-әдемі. Оның қасында осындай топкасы бар. Заттарыңызды осы жаққа да қойсаңыз болады. Мына жағымыз теплый пол, кафельденген. Есіктері ақшыл түсті. Мына жағымызда үйдің ас бөлмесі. Үлкен қылып жасалған. Қабырғасы обойланған. Терезесі решеткіленген. Әдемі ас бөлмесі бар. Жаңа үй, мына холлы. Осы холлдан мына жағымызда жатын аймақтары, мына қонақ бөлмесі. Қонақтарыңыз емін еркін мына жақтан келіп, үй иелеріне соқтығыспай, бірден залға кіріп кетеді. Мінекей холлымыз, теледидар көретін бөлігі, үстіңгі жағы әдеміленіп жасалған. Мінекей мынау енді қонақ бөлмесі. Қабырғасы осындай классикалық стильде обойланған. Әдемі ақшыл залы бар. Едені ламинат. Мына жағымызда жатын аймақтары бар. Мінекей 3 жатын бөлмесі. Бірінші жатын бөлмесі. Одан кейін мінекей екінші жатын аймағы. Бөлмелері кең. Мынау енді 3-ші жатын аймағы. Осындай жаңа үйіміз бар.